Бәйімбет абызбей, тоқтының еті су, бойдақтың еті бу, құнан қойдың еті құрыш, дөнен қойдың еті бұрыш, қыс түспей үйітілген бесті қой, көкейімді тесті қой деген екен. Жиналған көпшілік бір астың үстінде, ереке қаймалдың еті тәттірек деп сұраған екен. Түйенің өркеш майына жон етін қуырғанда тәтті емес пе? Жылқының жал жаясы, қазы қартасынан артық не бар? Сиырдың тоқ ішегі, ешкінің бөтегі майы тәтті ғой депті Есен Ерменбет-би. Мал баққан қазақта тамыздың 14-і болмай лақты соймаған ғой. Дәмсіз болады деп. Жалпы қозыны соя берген, бірақ лақты тамыздың 14-нен кейін сойған. Содан кейін қараша айында марқа бұзау құлын. Содан кейін желтоқсанның басында кәрі қойды тауысқан ғой, еті дәмді болады деп. Қауыс кәрі құртаңды тауыс деп содан айтқан. Содан кейін кәрі қойдың етіне